күзет саласында қазіргі уақытта жұмыс істеп жүрмін. Зейнеткерлікке шықтым. Сол зейнеткерлікке шыққаннан кейін құр отырмау үшін енді бала шағаның қамы дегендей басқа да жұмыстарға барып көрдім. Даже менің құрылысқа жұмыс қалмады мен. Ол да күлкілі жағдай, былай қарасаң. Күзет органында зейнетке шықтым десем, ертең сіз жұмысқа орналасып алған екен, сіз бізді тыңдамай кетесіз дейді. Жақсы маман, еңбек адамы, жұмысына өте тиянақты, жақсы қызметкер ол кісі туралы. Жұмысынан да, былай да өмірде жаман қасиеттер жоқ. Өте қарапайым, еңбекқор адам. Мұнда қару тұрады. Бізде қару берілген. Енді күзетшінің айлығын, еден жуушының айлығын енді адамдар аз санайды. Содан адамдар көп менсінбеушілік басталады адамдарда. Бұл күзетші деген отырады, ана жерде ит секілді. Итте бір, ол да бір ғой деп қояды адамдар. Әрбір адамдардың қимылдарына қарап отырасың, не істеп отыр мынау? Біреу қалтасында қолын тастаса қарайсың, бұл қалтасында қолын неге салды мынау? Әрбір жауапкершілік көп. Былтыр жыл басында Қазақстандағы күзетшілер саны 100 мыңға жақындаған. Соған қарамастан елімізде сұранысқа ие 10 мамандықтың бірі күзетші кәсібі болып отыр. Жыл сайын еңбек нарығында күзетші іздейтіндер көптеп кездеседі. Ал қалың бұқара әдетте күзетшінің жұмысын жанға жайлы, аяқты асып қойып істейтін жеңіл кәсіп ретінде көреді. Бірақ біздің бүгінгі кейіпкеріміз мұндай қасаң пікірді жоққа шығарды. Күзет саласында қазіргі уақытта жұмыс істеп жүрмін. Алдыңғы уақытта мен ішкі істер органында жұмыс істеп, ол жерден зейнеткерлікке шықтым. Сол зейнеткерлікке шыққаннан кейін құр отырмау үшін енді бала шағаның қамы дегендей кішкентайлар бар. Барлығын қазір енді білесіздер, кредитсіз адам жоқ, ипотека бәріміз де бойымызға алысып алдық, үй-жай деп. Соның арқасында осы жұмысқа келіп отырмыз енді. Қазіргі жұмысым осы күзет саласында. Кішкене мынау кеңсеміз өзіміздің офистеміз ғой, орысшалар, соны күзетемін. Адамдардың, рұқсатшы адамдардың кіріп шықпауына, өзімізде қызметкерлердің кіруіне қадағалап отырамын, бөтен адамдардың кіріп кетпеуіне. Осы жұмыстың өзіне де кіру маған көп уақыт кетті. Біз енді Мейірбек Мекеңмен әріптес болғалы біздің жаңағы коллективімізге келгелі 2 жылдың аса уақыт өтті. Мекең өз жұмысын жақсы біледі. Ішкі істер министрлігінен жаңағы пенсия қызметкері қазір бізде жұмыс атқарып жатыр. Өз жұмысының жақсы маманы. Ол кісі енді бізден жасы үлкен болғандықтан берер ақылы бар. Жұмыста жаңа ақылдасамыз әр қандай ситуацияларда. Іздендім, басқа жұмыстарға қарадым. Өзі белгілі ғой, ішкі істер саласынан шыққан кейін жұмысқа алу да өте қиын екен. Басқа жұмыстар өзім маман бойынша да жұмысқа өте қиын болды маған. Өзім мамандығым бойынша енді заң колледжін бітіргенмін Павлодар. Ол да ішкі істер саласына кіретін. Соны бітіргеннен кейін оған да жұмыс қарастырып көргенім болмайды оған енді біздің енді жұмысымызбен сәйкес келмеді олар. Сонымен басқа да жұмыстарға барып көрдім. Даже менің құрылысқа жұмыс қалмады мен. Ол да күлкілі жағдай, былай қарасаң. Бастықтармен сөйлескенім айтады, сіз қайда жұмыс істегенсіз дейді. Мен осындай жұмыс істеп келдім, осы күзет органында зейнетке шықтым десем, ертең сіз жұмысқа орналасып алған екен, сіз бізді тыңдамай кетесіз дейді. Мен адам баласымын ғой. Тыңдаймын ғой, мен қазір ондай жұмыс істемеймін, қазір зейнеткермін десем, одан да алмады. Көп жұмыстарға бардым. Алмады. Кейін ақырында тағы 1-2 жерге күзеттерге бардым жұмыстарға. Таңертең келеді, жұмысын атқарады, кешке қайтады. Бір отбасының әкесі, ұл-қыздары бар. Жұмысына өте адал, тиянақты кісі. Мейірбек ағамыз Мекең зейнетке шықса да, зейнетке шықтым деп үйде жатпай, отбасын асырау мақсатында әлі тынбай еңбек етіп келе жатыр. Жақсы маман, еңбек адамы, жұмысына өте тиянақты, жақсы қызметкер ол кісі туралы. Жұмысынан да, былай да өмірде жаман қасиеттер жоқ. Өте қарапайым, еңбекқор адам. Еңбегім
сол сіздердің келетін уақыттарыңыз қанша уақытқа дейін созылатындығын уақытында келіңіздер. Жақсы, рахмет. Мұнда енді өте жауапты нелерім бар, кілттер. Әріненің кілттер, соларды бір қабақ-қабақ қарап шығамын. Барлығы орнында ма екен? Мыналар орнында, барлығы. Дұрыс. Барлық кілттер орнында екен. Қайтадан оны жауып қоямыз. Ендігі неміз, өзімнің сейфім бар, мына жерде кішкене қару қоятын. Сол жерден ашып, мұнда қару тұрады. Бізде қару берілген, барлық бірдей күзетшілерге қазір бұнда қару берілмейді. Бізде мынау өзі жұмысымыз өте маңызды, өте сәл маңызды құжаттармен жұмыс істелгеннен кейін біз қарумен істеуге тура келеді. Мынау енді біздің қалай айтсам екен, газды оқпен оқталған қару. Бұл рұқсаты бар адамдар ғана алып жүре алады, тек қана бұл қаруларды. Арнайы рұқсат керек. Ол біріншіден қаруды тексеріп аламыз, кішкене жұмыс орнына келген кезде. Қалай барлығы орында ма екен, оқ-дәрілерін барлығы тексеріп, сосын орнына қайтадан қоямыз барлығын, қауіпсіздік үшін. Белімізде әрқашанда өзіміздің оң жақ беліміздің орны бар, арнайы соған қоямыз. Мейірбекпен бір жылдан аса жұмыс істеп келе жатырмыз. Өзім білгелі Мейірбек өте тиянақты жұмысына, жауапкершілікпен қарайды жұмысына. Біздің жұмыс енді таңертеңгі сағат 9-дан басталып, кешкі сағат 5-ке дейін, 6-ға дейін кейде инкассатор жұмысына, охрана жұмысына жауап беріп отырады. Мен білетін Мейірбек өте сыйымды ортаға, жұмысына өте жауапты. Жұмысы осы компанияның охрана жағына жауап береді. Жұмыста өте Мейірбек көңілді, тіл табыса біледі. Келген жігіттердің бәрін жақсы көңілмен қарсы алып, жақсы жетістіктерін айтып, шығарып отырады. Енді ондай ой, енді қазір бізде адамның, қалай айтсам екен, санасы дамып кетті ме адамдардың, или болмаса адамдар көбірек неге беріліп кетті ғой, мынау дүние жағынан беріліп кетті ғой, мынау енді күзетшінің айлығын, еден жуушының айлығын енді адамдар аз санайды. Содан адамдар көп менсінбеушілік басталады адамдарда. Бұл күзетші деген отырады, ана жерде ит секілді. Ит те бір, ол да бір ғой деп қояды адамдар. Көп адамдар ғой айтады, бұл айтпаса да сыртынан айтып кетеді. Сол секілді менсінбейді как-то. Атак бұл шындығына келсең, ол еден жуушы, күзетшінің жұмыстары өте, қалай айтсам екен, өте еден жуушы мына жерге адамдар өтеді. Мысалы, мен күнде көремін осы жерде. Ана бір апамыз бар осы жерде, кірген апай. Аяқтарын қақып келмейді адамдар ана жерде, сүріп келмейді. Парт-тарт өтеді де кетеді, артынан қарасаң ана кісі жуып жүреді. Енді оны көріп тұрмын мен. Адам енді қиналып тұрады ана жуып жатқан кезде. Күзетші де солай. Біреу келеді, қағып соғып өтіп кетеді. Тоқтай тұрыңыз сіз, мұнда кіруге болмайды. Тек қана онда рұқсаты бар адам кіре керек десең, жоқ, сен кімсің дейді адамға. Ол адамның өзінің тәлім тәрбиелесі солай болған екен, адам менсінбеушілік адамдарда қазір өзіміздің қоғамда адамды менсінбеушілік басталып кеткен. Енді сен кімсің деген адам секілді. Қай жерге барсаң да, қай неде барсаң да солай қазір. Адамның осындай түсінігі пайда болған. Бұл енді адамды мен өзім ойладым, бұл бұндайды біз мектептен тәрбиелесек, кішкентай бала бақшадан тәрбиелесек дегендей. Кезінде күзетшілікке екінің бірін қабылдай беретін, тепсе темір үзердей тұрпатың, сыртқы сымбатың сай келсе болғаны. Бірақ қазір өзгерді. Кішілігінен кісілігі басым күзетшілерді көз көрді. Бұл бірдеңіз, тіпті қоғамда күзет қызметінің жағасына жармасатын бұзақылар дендеген. Олардың бергісі күзетшінің денсаулығына зақым келтіре, арғысы өліммен аяқталған жайттар да бар.
Сондықтан да болар қазір талап қатаң. Ақыл есінің дұрыстығы, психологиялық ауытқуының болмауы, қару қолдана білу сотталмаған. Тағысын тағы. Саламатсыз ба? Кімге келдіңіз? Қандай шаруалармен? Жұмыс жайында жарайды. Мен қазір басқадан сат алып көрейін. Күзетшінің жұмысы ол өте сырт көзге қарағанға былай ол өтіп бара жатқан адамда қарайды, мына неменеге отыр деп ойлайды. Мына не істеп отыр мына жерде? Ада күміс шынына келіп оның өзінің жұмыс күзетшінің орнына келіп өзіңді қойып қарап отырсаң сол жерде көресің. Ол жерде көп жауапкершілік бар. Әрбір анау адамдардың қимылдарына қарап отырасың, сен не істеп отыр мынау? Біреу қалтасында қолын салса қарайсың, мына қалтасында қолын неге салды мынау? Әрбір жауапкершілік көп. Әртүрлі мекемелер бар ғой күзететін. Мысалы мен өзімнің күзететін орнымда адамдар кейде жаңғыз келіп қалады. Ол жерде енді мен өте жауапкершілік бар менің жұмысымда енді. Оны мен кіргізбеу керекпін, шығып сөйлесуім керекпін. Сіз кімге келдіңіз? Ол айтады, осындай адамға келдім. Жоқ, сіз жаңғыз қалдыңыз. Бұл біздіңге ондай адамдар жоқ, жұмыс істемейді. Әртүрлі жағдайда біреу бірдеңені алып шыққысы келіп тұруы мүмкін, біреу ұрлағысы келіп тұруы мүмкін. Енді соның бәрін енді ертең жоғалып қалса, күзетшінің мойнында. Ол сырттағы көрген адам оны ойламайды ғой енді. Күзетші отырып тұрып ақша тауып жатыр деп. Оның ақшасынан кешіледі. Қаншама балдарды естіліп жатырмыз енді. Қаншама адамдарды көріп жатырмыз. Күзетшінің мойнына ілініп жатқан. Сол секілді ол өте жауапкершілігі көп адам мамандық деп түсінсем болады енді күзетші деген. Баяғы кездерде ғой, кеңес одағы кезінде күзетшіге ол қашалды қойып қояды, қолына бір таяқ беріп. Ол сол жүреді, айналып келгенше ол мына жақтағын кім әкетіп қойғанын білмейді, мына жақтағын не әкетіп қойғанын білмейді. Ол кезде жауапкершілік басқа енді, оны көріп өстік қой енді. Мейірбек енді ортамызда өте сыйлы, ақкөңіл жігіт. Жақсы қасиеттерін айтатын болсақ, енді міне келгелі жұмыста өте тәртіпті, жұмысына өте жауапкершілікпен қарайтын жігіт. Ортада өте сыйлы. Біріншіден енді охрана жағына екеуміз жауаптымыз. Сол жағына келгенде жұмыстың осы кіріп шыққан жабылуына, ашылуына өте жауапкершілікпен қарап, сондай жағын ескеріп отырамыз. Неге ол бізге қазір шетел асып кетеді адамдар? Өзімізде кетіп қалып жатыр ғой, көп адамдар білесіздер, анда мынанша төлейді екен, евромен, мынанша доллармен төлейді екен. Енді тауып келіп жатыр ғой барлығы, өздерінің шетелге барса да несін тауып келіп, алатындарын алып жатыр. Ал неге болсын, соны біздің Қазақстанда солай істемеске болады? Істеуге болады онда Қазақстанда. Жаңағыдай үй алу жағында болса, енді бізде қазір жоқ дегенде бір үй алсаң, бір комнаталы үй алатын болсаң да соған ай сайын төлемақың 200 мың теңге или болмаса 150 мың теңге болу керек. Ал 150 мың теңге болса сала қалады. Баласын асырай ма? Бала шағасын бақшасына бере ма? Мектеп бар, басқасы бар дегенде, тамағы бар, киім бар. Оған да жетпей қалады. Екі адам жұмыс істегеннің өзінде де ерлі-зайыптылар бала шағаға жетпейді оның өзінде. Үй алған күнде де. Сол үшін басты мәселе бізде енді баяғыда енді кеңес одағы кезінде тұрғын үй деген бағдарлама болды ғой енді. Тұрғын үй 91-де, 90 деген сондай. Сол сияқты тұрғын үй сияқты бір бағдарлама шығару керек. Әр өзі мекеме болса да соған бөліну керек та барлығына. Сонда сол мекеменің адамдарына мына сіздерге мына жерден үй беріледі, болмаса да жалға берілсе де сол жерден, ол сол жерде маман болып қала береді. Аяғы келгенде кейін соңына келгенде ол үй өзіне ертең жеке меншікке өтуі мүмкін. Жоқ, сол деп үмітпенен отыра береді адамдар. Енді жалақысына енді көбейтеді деп айта алмаймын ешкімнің қазір уақытта енді. Біздің жұмыс енді өте жауапкершілік болғаннан кейін жаңа ұстамдылық жағын айтып отырады. Өте жауапкершілік жағын айтып отырады жұмыста. Әр жұмыстың өзінің бір ауыры, бір жеңілі болады ғой. Я бұндай рас енді ол. Мысалға енді айтатын болсақ, күзетші әрқашанда сақ болу керек. Сақ жүру керек. Әр нәрсеге болмаса дайын тұру керек. Кімнен қайдан келетінін сен біле қоймайсың, адамның алаш ішінде дегендей. Әр нәрседен көріп жатырмыз ғой, бірден келіп адамдар келіп соққылар болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін. Сол секілді
дайын жүруге. Сен өткені саған сен тапсырылғаннан кейін, сен қасындағы адамдардың барлығы саған сенің мойнында, соның аман саулығы, денсаулығы дейді. И сосын сол жердегі зат мүліктердің бәрі сенің мойнында болады. Соның бәрін міндетке алғаннан кейін, соның бәрін дұрыстап қарау керек. Адамдармен ол жерде қарым-қатынастық сөйлесу несін білу керексің. Қандай адам болса да, ол сенің алдына келіп тұрған адам. Соны қалай сөйлессең, өзіңіз мысалға сәлем дұрыс болса мен сөйлессем, ол адам тыныш қана кетуім керек. Ал егер сен кімге келдің, неге келдің, сен бұл жерге кіруге болмайды, мен қатырып жүрек сөйлесем, ол да ашуланады. Оның бәрі адамға жүйкесіне келіп, сенің де жүйкең бұзылады, ол өзінің де жүйкесін бұзылады, содан үлкен арада дау шығады. Соның бәрі. Енді жақсы жағынан келсең, бұл жерде жұмыс істегеннен кейін өзіңнің нәпақаңды тауып жүрген сияқтысың ғой, енді барлық бала-шағаңа дейтін, өсесің, бала-шағамды мен әкем күзетші деп қой. Алдында енді балабақшада оқып жүргенде олдан менің әкем полиция. Мақтанады екен бұл неге барып. Енді ол көріп жүріп, форма кигеннен кейін өткенде әкешім сен күзетші болып кетсің ғой дейді. Иә, қазір күзетшімін деймін. Жақсылығы өте қалжың, юмор жағы да бар жігіт. Көрген білгендерін айтып, осында коллективті ортада өте күлдіріп, жақсы, жеңіл жүретін адам жағынан мен білем. Әнді қосылып өлең айтып отырады. Музыка жағына да бейім жігіт. Енді өте мен өзім, ұққаным өзім музыка жағына, ән жағына жақын жігіт. Былтырлары бір өзі 50 жасқа толып, осы қызығын бөлісіп, осы коллектив жағынан барып көрдік, семьясын да көрдік. Балаларды өте өнерлі екен, әкесіне арнап, жақсы өлең айтып, бір көңілді отырыс болған. Ортада өте сыйымды, сыйлы жігіт деп, сол жақсы жағынан ғана білеміз. Күзетшілік деген оқу жоқ. Күзетшілік оқу деген баяғыда күзетшілік оқуды бұрындары дайындайтын тұғын. Бір айлық несін лицензиясымен беріп, сол жерде кәдімгідей дайындап, солай шығаратын тұғын. Қазіргі уақытта екінің бір қазір күзетші бола береді. Аяқ қолың сау болса болды. Бар осында медсправкаға келесің. Лицензия деген сұрамайды қазір ешқандай жерде, көп жерде. Негізінде қарасаң, ол керек нәрсе. Керек нәрсе ол. Ол болмаса, сен дайындықсызсың ғой, мысалы. Сен дайын емессің, еш нәрсеге дайын емессің сен. Ол жерде бір айлық курсын оқысаң да, бұл жерде айтады ғой саған. Әртүрлі қару жарақ демей-ақ қойын енді, жарайды суық қаруды айтпай-ақ қойын енді, автомат не деп. Ондай мен емес, шашын кішкене ғана дубинка дегеніміз ғой, соның өзін қалай пайдалану керек, кімге пайдалану керек, оны біліп алу керек адамдар. Ол тоқпақта бұра беру емес ол жерде. Енді беліне байлап алып жүріп. Көп адамдар енді ондайды, мен көрдім ғой енді, соны қол жерінде пайда болса, өзінің ере санап кетеді көп адамдар. Мен мықтымын, қазір алдына келген бәрін ұрып құлатпай беремін деген сияқты. Жоқ, онда әрқайсының өзінің заңдылығы бар, кімге пайдалану керек, кімге пайдалану керек, қай кезде пайдалану керек оны. Көпшілік ортада енді қолың сермей берсең, жассыз адамға тиіп кетеді ғой. Сондайларды үйрету керек. Қол кісен деген болады, нарушник дейміз қышыда. Ондайды қалай пайдалану керек, кімдетке пайдалану керек, қанша уақыт пайдалану керек онда. Оның бәрінің өзінің мерзімі бар. Өз қабілеті бар адамдар істеу керек қой өзінің несін. Ал қазіргі уақытта бұл жалқаулық басып кетті ғой бізде. Жұмыс істемей тапсырмау деген көп адамдар сондай өзі сондай неге бейімделіп келіп жатыр қазіргі уақытта. Жеңілдің үстімен, ауырдың астымен деген сөз бар ғой. Өзін қинақсы келмейді адамдар. Енді алаяқтыққа көп кетіп бара жатыр мынау. Телефон шыққалы бері, осы телефон пайдалы болғалы бері, осы қазір бәрі нәрсені осыдан шығып жатырмын ғой қазір енді. Бағдарламаның әлқисасында айтып өткенімдей, соңғы 10 жылдықта күзетші мамандығына сұраныс азаймай тұр. Жақсы маманды ұстап тұру үшін әлбетте жақсы жалақы қажет. Ал жақсы айлық алу үшін арнайы лицензияң болу керек. Оны да ішкі істер министрлігі көлденең көк аттыға ұстата бермейді. Түрлі төтенше оқыс жағдайларда жедел шешім қабылдап, террорлық әрекеттерге тойтарыс бере алатындай білгенінен бұрын білімі маңызды.